Barşaga salem. Жібек жолы базарына. Жібек жолы базарына бара жатырмыз. Жібек жолы базары оптовый базар. Ол жерде көкөністер, фруктылар сатылады, овощилар сатылады, және де жаздың күні қауын-қарбыздар сатылады. Фуралар менен үлкен фуралар кіріп шығуына оңай болсын деп, оны қаланың сыртына қарай орналастырған. Қаланың сыртын енді реконструкция жасап жатыр. Міне үлкен объездной жолды ремонттап жатыр. Көктемде басталған, бірақ әлі біткен жоқ. Екі жылдан кейін. Барлық коммуникациялар жүргізіп келеді да бірден. Ертең бітсе, зор жол болады деп тұрады. Двухсторонний болады да, 4 полоса. Өтіп бірден неге келіп қалатын сияқты. Жібек жолыға ма? Аэропортқа. Аэропорт? Аэропорт. Ол жақпен барған оңай бола ма не? Тез. Оңай бола ма? Қаланың ішімен бармай ма? Иә. Төбеден түсесің ба, коммуниканың ішіне кіріп кете саласың. Тұрайды аэропорт. Ал үй жанда Ақмол мешіт. Қайып қойды. Осындай жүріп отырсың, зуыт барасың. Ана жерлерін бітірем деді, мына жерін асфальты кетіп қалайын деп тұрған сияқты ғой. Ашы грунтовый ішіне ғой. Грунтовый ішіне асфальт түсіп қойған ғой, ертең. Полный основание біткеннен кейін. Финишмен ертіп төселен керек. Дүйшембі демалыс дейді. Досай! Шеше сізге беретін 300 теңге дайындап келмейсің бе тезірек? Соны омалар дайындап келсе болады ғой. Базарға кіретін бе шеше? Сабзавынан ұстатып машинаны артындағымыз не олай шығыныш кейінені жинап тасашы. Ой, жаным вообще.
Apşonda? Sabız alатын mı? O жерде. O жерде gül болған апшон ғой. Өмір сүріп жатыр. Қаппен ба тек қана? Жоқ, қалайында? Қаншадан сәбіз? Жарысы Россия 200 бak, Allah'dan 200. Келініңіз әпше. Сәлем бердік. А свеклашы? Qancha kilo kerak? Olsun, свекланың жартысы, сәбіз осындай. Netgacha? Жоқ. Retke керек емес. 3,5 ming tanga berasan. 205. Әпшем сауда істеп жатқан. Байып кетпейді, ене қылмайды. Күнделікті тіршілік деп қойсы. Бұл әпше біз көтің үстінде болған соң боқман болып жүрген кезде сауда жасайтын едік. 5 теңгеге жұмыс істеп жүрген кезімізде бұл сауда жасайтын едік. Қуаныш. Қуаныш. Крутой болып кеткен. Қуаныш. Средний. Bunlar var arlaslar. Bunlar 70 tengeden. İyi bunlar переворниялар var 80 tengeden. Esnen verin. 80 теңге. Переворниядан беріңізші. Әке? Біреу. Біреу екен. Hayvan? Kartoşka değil mi bu? Hani adı mı diyor sizler? Қуаныш еді, атың еді? Кім? Сен қатарлы жігіт. Ассалаумағалейкум. Сары келген жігіт. Әке? Қуаныш о деп па тастайтын еді қой төре. Ha elektron koysun işte. Evet, 37 kilo, 2960 tenge. Сақырмас. Қостанай дейді ғой кешегі ардақ масақ жасағатқандаршы. Свекламен сәбізді. Бір талай теріп тұр. Иә, бір талай теріп тастаған. Барсаң тересің негізінде. Иә, масақтан да күшті шығады негізінде. Картошканың фолиясын аласың, Иә. қалған деп келесің. Ана бір теріп кетеді да, кейін кішкентайлары қап кетеді Қап ғой. кетеді ғой, иә. Солар өседі да олар шаймен. Біздің ана Оған балалар. 1-2 аптадан кейін бару керек та получается. Аяқтар аяқ. Арғандан бері. Келесіде де картошка мане. Күлікті. Тастаннан аламыз. Тастаннан қойдық. Тастан жібер, шашқан тепе тастан. Тастан үшілді отырған, тастан үшіз. Асқамақ. Тастан жібер, шаштан. Әділ дегеннен бар аяқта. Әділ болсаң, халқыңа әділ бол. Әділ болсаң, қатыңа. Не қатынма? Әділ болсаң, халқыңа әділ бол. Қарағанды 200 дейді. Павлодар. Павлодар әдем сақты ғой, ә? Или мынау ма 140-лық кішкентай. Әке қайсысынан бересің? 130. Или мынау ма? Мынау қайнатсаң да әдем сақтығы ғой, ә? Просто әділ әдем болып қалған.
Onu үйгө баргандан кийин тазалап алуу керек па? Сондай болуп туруп арасына чыгып ма? Иә. Шықпайтын қайсы? Павлодар жақсы сияқты ма түрі? Үйге ма? Иә. Бұл қаншадан бері бар? 90. Бір қап бересің? Бір қап ақ қаптан бер. Осы. Алтындан мұқа. Кішкендей болып тұр ғой сыртын. Мықты ұстаған ба? Жақсы şey yanlış. Алам. Мен көргендер бар. Қане ол көкен? Амандасайық та. Саламатсыздар ма? Жақсы, шүкір, өзіңіз қалайсыз, братан? Денсаулық бағасына үйдегілік. Сол біраз жыл келіп жүрген, көп последний ол да келгісі келмейді. Жалғаулы түсті. Біз алдан бердіңіз? Яғни базар шықты, короче, бұшып бастады ғой? Ана базар шықты түсіп бастан еді ғой, әжеп болды, ана күні берді. Аудалар жақсы болса, базар жүрген ана ақыр шықты. Аға, саламалейкум. Келе деп қойды. Осы жақтан бір Андрей алып кеткенімізде күшті шыққан еді. Міне тұр екен ғой. Не? Міне баклажан, болгарский, жаңғақ. Al. Ne bu batı? Oy, kalış, anasını. Dağday, dalaş, dağa.
Мынау бола ма? А? Басқа жоқ ма? Болады. Апорт жегім келіп жатыр шынымен. Помидорлар беді екен, Alo. Aleykümselam. Aha, aytaver, tыңдап тұрмын. Сырт әдемі болып тұр да, бірақ андай. Жұмсақ па сондай ғой, Не? Формашы. Alalım sen. Alma xurma жүзім. Oldu var. Иә. Banan 950'den 4418. Kaç var? Kurma var ya öyle. Иә. 15. Огурцы. Ау sıcak mı? Вообще осы зор. Посол қойсаңыз, нені, жандылды. Қазір помидорды қойып алсын. Бұл машина сағын. Онда 2, 9'da 9 tane. İşte adam var Hadi al. mı? Hı, alabilirsin. İşte adam var mı? 4-4. İşte adam var mı? Kaç tane? Bakalım et de. Bu kötü o zaman 20 lira. Soğan aytadım. Alabilirim. 1335. Limon. Sen барсың ба? Мен сені бітірген. Мен сені бітірген екен деп тұрмын ғой. 17'de 9, 17'de 3. Bir көкпияз, bir смешка. Шкента ya. Иә. Можно? Аха. Бесеу. Шымкент қаласы Жібек жолы базары оптовый базарда пияз қабымен 80 теңгеден, сәбізді 190 теңгеден, свекланы 190 теңгеден, кәдімгі капуста менен пекинский капустаның килограммы 110 теңгеден, ал отборный картошка қарағанды деп тұрғанын 190 теңгеден берді. Жемістерге келетін болсақ, жаңағы бутиктен алған заттарымыз 57.530 теңге болды. Одан кейін тағы да бір ящик мандарин қосқан едік, кішкентай. Ол 5500 теңге болды. Сонда общий бізде 63.000 теңгеге шықты. Оның ішінде гранатты 1000 теңгеден есептеді, огурцыды 700-ден, жүзімді 850-ден, бананның килограммы 950 теңгеден, хурманы 1050 теңгеден берді. Помидорды 780 теңгеден берді. Чеснокты 1100-ден есептеді, ал лимонды 1700 теңгеден есептеді. Алмалар 2 ящигі
450 теңгеден килограммы 17 килограмм шықты. Смешка зеленді петрушка мен укроптың бір пучогын 200 теңгеге берді, ал көк пиязды 300 теңгеге берді. Міне, біздің Шымкенттегі бағалар осындай болып тұр. Ал біз заттарымыздың барлығын алып, үйімізге қарай қайтып бара жатырмыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл объездной жол, бұл жолда үнемі осында үлкен камаздар, фуралар, прицептермен бірге жүріп отырады. Құдай қаласа ремонты бітсе, әдемі трасса түсейін деп тұр. Жұмыс жасап жатқан барлық жұмыскерлерге тек қана сәттілік тілеймін. Ертерек бітіп жатса, халыққа деген өте үлкен көмек болар еді. Осыменен бүгінгі менің видеом бітті. Менің видеома лайк басып, коммент қалдырыңыздар. Подписка жасап қойыңыздар. Достарыңызбен менің видеоларыммен бөлісіп отырыңыздар. Менің каналыма сіздердің қолдауларыңыз өте қажет. Ал келесі менің видеоларымда кездескенше сау болып тұрыңыздар, достар.